Диқандар осы алма ағашының кейбір жағдайларда жаңағы бұтақтары солып, мынау терілері, қабықтары осындай қабыршықтанып, белгі бере бастайды жазды күндері негізінен. Бұл негізінде ішінде құрт бар деген сөз. Міне көріп отырсыздар, мына жерде міне құрт, мына бұтақтың бәрін жеп болған, міне солып алманы қурай бастаған. Міне ішінде құрт бар, көрдіңіз бе? Бұл құрт негізінен қыстайды, ішінде жатып ұйқы күйінде жазда тіріледі. Осылай бүкіл қабықты жеп, арасын ағашқа ауыр зиян салып, ағаштың қурап өлуіне әкеліп соқтырады. Сол үшін осы тексеру керек алманың түптерін. Қай алма жапырағы солып жатыр, қабықтарын көріңіз, жарақат бар ма, соны ашсаңыз, ішінде осындай құрттар болады. Осы құрттарды негізінен жойып тастаған дұрыс. Алып қақырын ашып, болмаса өзінің дәрілері бар, соны вакцинасы бар, ұру керек ағашқа.